Йоу, барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Димаш Еркінғали. Достар, бүгінгі видеода біз көріп тұрғандарыңыздай достар, бүгін біз зат жасайтын боламыз. Қағаздан поделка жасайтын боламыз. Қағаздан мынандай хлопушка жасайтын боламыз достар. Бұл қазір заманы өтіп кеткен шығар, бірақтан да қазір қолданып жүрген адамдар да бар достар. TikToktан, мысалы, YouTube'тан, шортстан, түрлі жерлерден шығады, мынандай жасап жатқан адамдар шығады достар. Мен сіздерге осындай жасауды үйрететін боламын достар. Бұл өте оп-оңай және де способ достар, бір 2-3 минуттық видео достар, сондықтан видеомызды бастайық. Достар, міне мен өзім хлопушка жасадым. Бұл сізге әзірше көрсетуге. Мен, осылай жасаймыз. Құлағым бітеп тастады ғой. Міне достар, өйстіп міне видео ашылып кеткен кезде өйстіп мастеріміз қазір тағы дауысын шығарайық. Міне осындай дауыс шығады достар. Бұл достар өте жақсы достар, пайдалануға болады достар. Енді біз достар мынандай болсын, ақ бет болсын, А4 болсын, тор көз болсын, 2 бет болсын, бізге бәрібір достар. Тек қана осындай болса болды. Енді біз оны қазір жасайтын боламыз. Достар, міне достар, қазір мен сіздерге осыны көрсететін боламыз қазір достар. Міне біздер дейтін біріншіден мына жерін бүйтеміз. Үстіп дүземіз достар, әді дүзе болу керек достар. Дүзе болғаннан кейін мына екеуі дүзе болу керек. Міне достар. Осындай шығу керек. Самолет сияқты ғой, типа. Екінші жағында сөйтеміз. Екінші жағын бүйтеміз, тоже бүйтеміз достар. Қайталап көрдіңіздер достар, өте ыңғайлы және де мықты. Енді осы екеуін бүйтіп жалғаймыз, бір-бірімізден ровно шығу керек. Бүйтіп бір жерін түзеп жібереміз достар. Бұны маған класстағы балдар айтқан болатын достар. Енді қараңыздар. Енді мына екеуін тағы да осылай істейміз достар. Мына көріп тұрсыздар ма? Менің қолым, көрсетіп отырмын. Міне достар. Осындай бір бөлігін және де екінші бөлігін тағы да осылай жасаймыз. Міне діп түзеу ровно болып достар. Мінекей осындай бізде 4 бұрыш па, сондай шықты. Енді осыны мына жаққа жалғаймыз достар, былай жалғаймыз. Міне басып тұрамыз да, түзеу жағын түзеп жібереміз, былай. Міне достар, екеуі былай шықты. Енді осыны екеуін бұраймыз. Түзереміз, басамыз. Бізде осындай шықты, міне. Бір-бірде шықты, мынанкі түзеу, мынанкі қисығырақ кішкене. Бірақ бізге бәрі бола береді достар. Басты бізге хлопушка деген атылса болды, андай жарылса, дауыс шықса болды достар. Мінекей, енді бұның арасын, мына жағын ашамыз. Енді бұның арасында мынандай бар. Осының арасын бүйтіп ашамыз достар. Арасын ашылғанда оны бүйтіп жатқызамыз. Мұның қараңыздар, енді осылай болып, тағы бүйтіп жалғаймыз. Міне, енді мына жағында ең шеткісінде мынанда ашатын жері бар достар. Енді бұны бүйтіп аламыз. Опа, ашылады, үсті ашылу керек. Міне үсті басамыз осыған, бүйтіп ораймыз. Біздің түзеп жүреміз. Біздің хлопушкамыз дайын достар. Енді бұның результатын байқайтын боламыз. Результаты жарайды. Екінші результаты мына достар, мына жерде қызыл жағы бар, сойермен істейміз. Мен жермен істелінбейді. Именно қызыл жағымен жасалынған, соқтан мына қызыл жағымен ататын боламыз. Достар, 1, 2, 3. Достар, міне достар, менікі жақсы шықты достар. Міне, біздің екі хлопушкамыз дайын достар. Мына бана видеоның басында, мына соңында көрсетілген видео. Ал достар, сіздерге осы видеоны әрине өздеріңіз лайктарыңызды басып, каналға жазып, қоңыраушаны басып кетіңіздер достар. Давайте мені 100 подписчикке сәл қалыпты достар, мынандай қалыпты. Осыншама қалыпты жеткізіп сияқты достар. Алдағы уақытта достар, let's play, немесе влог, немесе хоррор ойын түсірейін ба, қандай ойын түсірейін сіздер осыдан комментке жазып кетіңіздер достар. Міне достар, біздің екі хлопушкамыз екеуін атып көрейік достар. Айба, құлағым. Ладно достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Соңына жетті. Сіздермен болған мен Димаш Еркінғали. Сау саламат болыңыздар.